Келер жылы баспанаға қаржысы жетпей жүрген жандарға зор мүмкіндік туғалы тұр. Қаңтардан бастап зейнетақы қорының салымшылары жинағының бір бөлігін тұрғын үй сатып алуға пайдалана алады. Бүгін президент жолдауында осындай тапсырма берді. Дұрыс, бірақ бұл салымшылардың бәріне бірдей қатысы жоқ. Тізімге тек 700 мың адам ілінеді. Сондай-ақ бірқатар мамандықтардың жалақысы артып, еңбектеріне үстемақы төленбекші. Шынар Асанқызының материалын көрейік. Президенттің өткен жылғы жолдауында елді елең еткізген бір бастама болып еді. Қасым-Жомарт Тоқаев азаматтардың зейнетақы жинақтарын белгілі бір мақсатқа пайдалануға рұқсат беру керектігін көтерген. Артынша жұмыс тобы өздерінің ұсыныстарын жария етті. Жасыратыны жоқ, олардың талабы қарапайым халықты қуанта қоймады, өйткені қаржыны алу үшін жинағыңызда 6 миллион теңгеден кем болмауы тиіс екен. Ал біздегі салымшылардың жартысынан көбі 1 миллион теңгеде жинап үлгермеген. Бүгін президент бұл мәселені тағы да пысықтауды тапсырды. Егер шекке келетін болсақ парокқа, онда әрине табысы жоғарылар мүмкіндік алады, ол ақшаны шешіп пайдалануға. Ал табысы төмен азаматтар, олар онсыз да жаңағы үй аламай жүр, және де ол ақшасын шеше де алмайды. Менің ұсынысымда кем дегенде бір 3 миллион теңгенің қоры болсын, сосын ар жағындағы ақшаны шешіп алуға мүмкіндік берейік деген ұсыныс айтқан болатын. Пандемия кезінде елімізде жұмыссыздар саны 8 есеге көбейіпті. Мемлекет әлеуметтік төлемдер мен жәрдемақыны бір қалыпта ұстап тұруға уәде беруде. Бірақ халық банк алдында қарызға батып барады. Мәселен, биыл ел азаматтарына 4 триллион теңгеден аса несие берілген. Бірақ осыншама соманы халық кәсіп ашуға немесе тұрғын үй алуға емес, тұрмыстық қажеттіліктерге рәсімдеген. Енді елімізде несие саясатын реттейтін арнайы комитет құрылады. Оңды-солды несие беру тоқтайды. Потребительские кредиты, когда ему... Тұтынушылық несиеде болуы тиіс, бірақ бұл қаржыны қай бағытта жұмсайсыз? Пандемия кезінде несиеге той жасау қажет пе деген қоғам арасында қызу пікірталас туды. Әрине, той біздің дәстүріміз, бірақ біреуден қалмайын деп қарызға батып той істеу қате шешім деп есептеймін.